Мен Саяхат Серікжан. Кәсіптік оқудағы көп салалы колледжінде автокөлікке техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығы бойынша өндірістік оқыту шеберімін. Бүгінгі біздің шебер класс тақырыбы герметикалық тексеруге арналған стенд. Олай болса сіздерді стендпен таныстырып кетейін. Герметикалық сығымдауға арналған стенд бұл гидравликалық сынау әдісімен цилиндр басының тығыздығындағы ақауларды тез және сапалы анықтауға арналған тиімді стационарлық шағын габаритті электрогидравликалық секілді тестілеу жабдығы. Мұндай диагноз жөндеу алаңында жасалады және елеулі ақауды анықтауға мүмкіндік береді. Содан кейін жөндеуге келмейтін бастарды қабылдамаңыз. Өнім автомобильдерге техникалық қызмет көрсету станцияларында кеңінен қолданылады. Сығымдауға арналған жабдық сыртқы жағынан ашық типтегі жұмыс алаңы бар еден шкафына ұқсайды. Тумба қуысында тот баспайтын болаттан жасалған жылу тосқаулығы бар резервуар жабдықталған. Су деңгейі бақыланады. Корпустың артқы жағында ағызу шүмегі бар. Резервуар қақпақпен жабдықталуы мүмкін. Калибр жұмыс үстелінің қысқыштар жиынтығы мен бекітуге және бұруға қызмет етеді. 4-тен 5 атмосфераға дейінгі қысым кезінде сынақтар жүргізуге мүмкіндік беретін жылдам және қарапайым қысқыш жүйесі бар. Раманың ортаңғы бөлігінде жұмыс кеңістігін жарықтандыруға арналған шам бар. Калиперге орнатылған электр жетегі үстелінде объекті мен 360 градусқа айналдыруға мүмкіндік береді. Ауыр тік орналасуы көтергіш гидравликалық цилиндр көмегімен жүзеге асырылады. Қыздыру элементтері ретінде 4500 Вт 2 ауыспалы электр жарық жылытқышы қолданылады. Олар суды сынау үшін қажетті температураға дейін қыздырады. Электронды реттелетін термостат, яғни қозғалтқыштың жұмыс температурасын имитациялайды. Бастарды резеңке штецлермен герметизацияланғаннан кейін және оған ауа беру каналы икемді полимерлі шланг қосылғаннан кейін ол су ваннасында батырылып, сол жерде бұралады. Шығатын көпіршіктері бар су ауаның уланған жерін көрсетеді. Жарықтар және тағы басқа ақауларды. Нығыздау стендтер электр автоматика көмегімен басқарылады. Оның аппаратурасында жабылатын металл қалқаншасы орнатылған. Қашықтықтан басқару құралдарында апаттық өшіру түймесі бар. Ол машинаның материалдық бөлігінің сақталу дәрежесін едәуір арттырады. Қыздыру температурасы сандық панельде орнатылады. Максималды мәні +70 градус. Жұмыс үстелін басқару джойстигінің көмегімен жүзеге асырылады. Жоғары төмен өзінен кейін айналдыру. Қалқаншаның ішінде суды қыздырудың таймері бар.
Қозғалтқыштың бас тиегін резервуарға түсіріп, қысым мен судың температурасын +70 градусқа қыздырып, герметикалығын тексереміз. 360 градусқа айналдыру арқылы сызаттар және тағы басқа ақауларын анықтаймыз. Біздің тексерген қозғалтқыштың бас тиегінде ақау жоқ. Назарларыңызға рахмет.